Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Витамарин А+, Marina Health компаниясының өнімі жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Marina Health компаниясының өнімі өндірушілердің айтуы бойынша бұл иммунитетті көтеруге, жалпы организмнің тонусын көтеруге, ер адамдарда және әйел адамдарда болатын бедеуліктің емдеуге, иммунитетті көтеруге, одан кейін жалпы зат алмасу процесін жақсарта отырып, жүрек қан тамыры жүйесіне, одан кейін қант диабеті кезінде, ожирение, семіздік кезде осы ауруларды емдеуге және алдын алуға мүмкіндік беретін сондай бір керемет өнім деп айтады. Сонымен құрамына келетін болсақ, бұл құрамы негізі мынау теңіз кірпісі немесе теңіз қияры, галуторий деген бір теңізде өмір сүретін бір жәндік бар. Сол тіршілік иесінен бір жасалынатын өнім. Бұның құрамында өте көп мөлшерде витаминдер бар, 40-қа жуық макро-микроэлементтер бар, гликозидтер, амин қышқылдары, май қышқылдары, тағы да басқа өте көп организмге қажетті заттарға бай болып табылады. Бұл жерде бір айта кететін жағдай, мысалы біз егерде синтетикалық жолмен, химиялық жолменен алынатын заводтарда жасалынатын поливитаминдерді ішетін болсақ, бұның әсері болуы мүмкін, организмге оң әсері мүмкін. Бірақ сондықтан химиялық қанша дегенменен синтетикалық жолмен алынған екен, бұның организмге кішкене зияны да болуы мүмкін. Ал бұл жерде табиғаттың өзі арнайы, қалай айтсам болады, табиғаттың өзі жасап берген бұл кешенді комплексный минералды, витаминді және оның ішінде амин қышқылдарын барлығын қосып бізге дайын күйінде беріп отыр. Сондықтан бұл өнім қалай айтсам да химиялық жолмен алынған өнімдерге қарағанда кішкене оң әсер етеді деп ойлаймын. Бұл менің өзім жеке ойым. Сіздер өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Сонымен бұның құрамында витаминдер және макро-микроэлементтер бар дедім. Олар білесіздер, организмге өте қажет. Егерде бір витамин немесе бір макро-микроэлементтің жетіспеушілігіне байланысты организмнің ағзасында ақау болуы мүмкін. Адам тіпті ауруға да шалдығып қалуы мүмкін. Сондықтан бұның әрқайсысына жеке тоқталудың қажеті жоқ. Бұл жалпы алғанда зат алмасу процесін, адамның организмінде болып жатқан химиялық үрдістерді, процестерді барлығына осы макро-микроэлементтер қажет. Одан кейін құрамында гликозидтер бар. Гликозидтер бұл жерде бірнеше организмде қызмет атқарады. Оның бірі бұл табиғи антибиотик болып табылады. Гликозидтер бактериялардың мембранасына, сыртқы қабығын зақымдап, олардың көбеюіне, өсуіне кедергі жасайды. Сондықтан бұл таза табиғи өнім болып табылады. Бұл соншалықты синтетикалық антибиотиктерге қарағанда кішкене зиянсыз. Егерде біз дұрыс қолданатын болсақ, оның әсері бірдей болуы мүмкін. Сондықтан гликозидтер организмде болатын вирустарға, бактерияларға және зиян келтіретін саңырауқұлақтарға, грибоктарға қарсы жақсы жұмыс істейді. Сондықтан бұл табиғи антибиотик бұл бір жағдай. Екіншісі, бұл гликозидтер жүрекке жақсы әсер етеді. Жүректің қанмен тез қамтамасыз етуін, былайша айтқанда жүрек бұлшықеттері қанмен жақсы қамтамасыз етіліп, жақсы демалады. Екінші жағдай, бұл жүректің жаңағы бір ырғақты соғуына және бұлшықеттерге тонус береді, жүрек бұлшықеттеріне. Сондықтан жалпы айтқанда бір жүрекке оң әсері бар гликозидтер. Екіншісі қан тамырларының таза болуы, қан тамырының ішкі жағының және қан тамырының қабырғасына серпімділік береді. Бұл жаңағыда гликозидтердің тағы бір әсері. Сонымен қатар гликозидтер бұл организмде рак клеткаларының көбеюіне, олардың пайда болуына кедергі жасайды. Егерде олар пайда болатын жағдайда оларды жояды, немесе олардың көбеюіне жаңағыдай бөлінуіне кедергі болады. Сондықтан бұл онкологиялық аурулардың алдын алу үшін және онкологиялық ауруларды емдеуге қолданады деп айтады. Бұл бір жағдай. Одан кейін тағы да бір жағдай, бұның құрамында май қышқылдары бар. Май қышқылдары білесіздер, бұл негізі адамға энергия береді. Бұл бір жағдай. Екінші, адамға бұл құрылыс материалы ретінде, соның ішінде гормондарды жасап шығаруға көмектеседі. Сондықтан бұл ер адамдарда және әсіресе әйел адамдарда бұл жаңағы менструацияның дұрыс келуі, ер адамдарда тестостерондардың бөліну, сперманың количествосына жақсы әсер етеді. Сондықтан бұны көбінесе бесплодиеде қолданады.
Витамин А плюс тағы да қай кезде, жалпы қай кезде тағы қолданамыз, бұл иммунитетті жақсарту үшін. Бір, екінші зат алмасу процесі жаңа липидтерге байланысты, құрамында липидтер бар деп айттық. Бұл жаңа диета кезінде холестеринді төмендетуге, сонымен қатар мынау қант диабеті кезінде осы өнімді қолдануға болады. Сонымен қатар мидың қан айналымын жақсартады. Ми білесіздер 70% бізде майдан тұрады. Сондықтан мидың қан айналымын, көз қан тамырларындағы қан айналымды жақсартады. И одан кейін жалпы мынау миға құрылыс материалы болып табылады. Осындай жағдайлар, сонымен қатар құрамында мынау буындардың ерте қатаюына, жасқа байланысты, адамның қартаю үрдісіне байланысты, немесе бір қабыну ауруларынан кейін буындар қатып қалады да, қата бастайды. Сол буындарды жұмсартуға, сүйектердің бір-біріне тиіп қалмауына әсері бар. Сондықтан бұл жасқа байланысты или бір ауруларға, буын ауруларында витамин А плюсты қолдануға болады. Қалай қолданамыз, қандай қарсы көрсеткіштер бар? Қарсы көрсеткіштер, егер сіздерге бұл аллергиялық реакция беретін болса, осы өнім бір витамин ба, бұл осы құрамындағы бір зат, егер сізге аллергиялық реакция беретін болса, бұны өнімді қолдануға болмайды. Ол бір жағдай. Екінші жағдай, бұл гипервитаминоз, егер сіздерде витамин өте көп мөлшерде организмде витамин жиналып қалған болса, бірақ енді ондай жағдай бізде сирек кездеседі. Основной противопоказание бұл беременность, жүктілік және емізулі аналарға және аллергиялық реакция болса, осы жағдай. Енді бір кәдімгі чайный ложкамен, шай қасықпен күніне бір рет ішіледі, бір қасық, егер профилактика ретінде ауырған жағдайда бұл жаңағы шай қасықпен күніне 3 рет ішуге болады. Ұзақтығы ол кемі 1 ай. 1 айдан да көп ішуге болады. Бұл енді соншалықты арзан дәрі деп айта алмаймын, витамин А плюс бұл. Бірақ егер сіздің денсаулығыңыз сыр беріп, денсаулығыңызға емделу керек болатын болса, соншалықты қымбат тұрады деп айта алмаймын. Енді бұл өзіңіздің жағдайларыңызға байланысты. 1 ай ішіп, 1 ай демалуға болады, одан кейін 1 ай қайтып жалғастырасыз. 1 айдың ішінде сізге бір оң әсері болуы мүмкін. Соған қарап, өзіңіз жағдайыңызға қарап, финансовый, денсаулыққа байланысты өзіңіз ары қарай көресіз. Так, мен тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Витамин А плюс жайлы сіздерге айттым. Басқа Marina Health және басқа фирмалардың осындай дәрілерін өз каналыма, YouTube каналыма қоямын. Мен бұл дәрілерді сатпаймын, бұл дәрілерді мен өзім қолданған емеспін. Мен тек қана осы информацияны жалпақ тілде, түсінікті тілде сіздерге жеткізуге тырысып жатырмын. Сіздерге осы бір көмегі тиеді деген мақсатпен. Менің каналыма қолдау көрсетсеңіздер болады, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Үлкен тыңдағандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.